Саламатсыңдар ма? Бүгін 90-шы сабақ бір бағыттағы қалып қою қозғалысы тақырыбын өтеміз. Тақырыптағы барлық есепті талдап шығарамыз, сабақты соңына дейін қараңыздар. Бірінші тапсырма. Егер қар өте көп мөлшерде жауса, жүру қиынға түседі. Жолаушылардың жылдамдығы күн райына байланысты әлдеқайда төмен болады. Бір елді мекеннен екі жолаушы бір бағытқа қарай шықты. Біріншісі 40 км бөлінген минут жылдамдықпен қозғалса, екіншісі жылдамырақ жүріп 10 минуттан кейін біріншісінен 500 метр озып кетті. Ол қандай жылдамдықпен қозғалады? Яғни екінші жолаушының жылдамдығын анықтауға жетем. Алдымен есептің шартын жазып алайық, енді есептерді шығарамыз. Алдымен жылдамдықты анықтаймыз. Ол үшін арақашықтықты уақытқа бөлеміз. 500-ді 10-ға бөлсек 50. Енді екінші адамның жылдамдығын табу үшін тапқан жылдамдыққа қосамыз бірінші адамның жылдамдығын. Сонда 50-ге 40-ты қосамыз, 90 метр бөлінген минут. Есептің жауабы екінші жолаушының жылдамдығы минутына 90 метр. Тапсырма орындалды. Келесі есеп. Бірінші тапсырмада берілген есепті теңдеу құру арқылы шығарып көрдік. X бізде екінші жолаушының жылдамдығы болсын деп атаймыз. X яғни табатын мәніміз. Белгісіз шама. X азайтылған 40. Қалып қою жылдамдығы. Екеуі бір бағытта болса, жылдамдықтары азайтады деген сөз. X-тан азайтамыз 40-ты, көбейтілген 10. Бұл екінші жолаушы біріншісінен озып кеткен. Арақашықтық. Енді S-іміз бізде 500-ге тең, теңдеуіміз құрылды. Ары қарай X-ті табамыз. Ол үшін 500-ді 10-ға бөлеміз 50, X-ті табу үшін 50-ге 40-ты қосамыз 90. Орын алып барып қойып тексереміз. 500-тен 500, теңдеуіміз дұрыс орындалды. Үшінші тапсырма. Елді мекендердің бірінен екі машина жолға шығады. Бірінші машинаның жылдамдығы сағатына 70 км. Екінші машина жылдамырақ қозғалып 2 сағаттан кейін біріншісінен 40 км-ге озып кетті. Ол қандай жылдамдықпен қозғалады? Есептің шартын жазып аламыз. Енді бізде алдындағы қолданған формуланы табамыз және теңдеу құрып оны шығарамыз. X азайтылған 70 көбейтілген 2 тең 40. 40-ты 2-ге бөлеміз 20, X-ті табу үшін 20-ға 70-ті қосамыз, 90 км бөлінген сағат. Қолданған формуламыз мінекей мынау. Мынау есептің берілген шарты. Тапсырма орындалды. Келесі есеп. Төртінші тапсырма. Мұндай есепті әртүрлі тәсілмен шығаруға болады. Есепті шығарудың екі тәсілін тауып көр дейді. Серік пен Арман бір уақытта ауылдан өзенге қарай моторлы шанамен шығады. Минутына 250 метр жылдамдықпен жүрген Серік 20 минуттан кейін өзенге жетті. Егер Арман минутына 200 метр жылдамдықпен жүрген болса, онда ол Серіктен қандай қашықтықта болды? Сызба берілген, есептің шартын жазып аламыз. Алдымен V қашықтау жылдамдығын табамыз. Ол үшін бір-бірінен жылдамдықтарын азайтамыз. 250-ден 200 азайтсақ, 50 метр бөлінген минут. Енді арақашықтығын есептейміз. Ол үшін S тең V көбейтілген T формуласын қолданамыз. 50-ді 20-ға көбейтсек, 1000 метр. Енді екінші тәсілі әрқайсының жеке-жеке арақашықтығын, яғни жолды есептейміз. S1 бірінші жылдамдыққа уақытты көбейтеміз. 250-ге 20-ны көбейтсек 5000 метр. Екінші адамның арақашықтығын жолын есептейміз. V2 көбейтілген T 4000 метр болады. Енді жалпы S-ті табамыз. Ол үшін S1-ден S2-ні азайтамыз. 5000-нан 4000-ды азайтсақ 1000 метр. Мінекей бірінші тәсілі, мынау төмендегі екінші тәсіл. Есептің жауабы Арман Серіктен 1000 метр қашықтықта болды. Бесінші тапсырма. Есепте және тексер дейді. 40.006-дан азайтамыз 248-ді. 39758 шығады. Оны тексеру үшін шыққан мәнге 248-ді қосамыз, сонда 40.006-ның өзі шығу керек. Тапсырма дұрыс екен.
Келесі 325.869-ға қосамыз 475.682-ні. Шығады 801.551. Баған түрінде орындалу жолы осылай. Енді 801.551-ден азайтамыз 475.682-ні. Шығады 325.869. Тексергенде мінеке мына санның қайта өзі шықты, дұрыс екен. Келесі көбейтіндінің мәні 259.350, мынау тексергендегі мәні. Келесі 21.356-ны 562-ге бөліп 38, көбейтіп тексергенде 21.356-ның өзі шықты. 12.492-ні бөлеміз 347-ге 36 шығады. Тексергендегі мәнісі былай. 2546-ны 48-ге көбейтеміз, 122.208. Тексеріп көреміз, 48-ің өзі қайта шығады екен. Тапсырма орындалды, өз жауаптарымен салыстырып көріңдер. 6-шы тапсырма. Өрнектер құрып, олардың мәнін тап. Асында 900.100 санынан 694 пен 705 сандарының көбейтіндісін азайтып, 901.100 санынан 694 пен 705 сандарының көбейтіндісін азайтып жазып алдамыз. 154.080 мен 428 сандарының бөліндісіне арттыр десе қосамыз. Мінеке өрнегіміз құрылды. Енді бірінші орындаймыз жақшаның ішіндегі көбейтіндіні. 694-ке 705-ті көбейтеміз. 489.270 шығады. Енді одан 901.100-ден жаңа тапқан мәнімізді азайтамыз. 410.830 шықты. Кейін бөліндіні есептейміз 360. Тапқан мәнді 360-ға қосамыз 411.190. Келесі ә тапсырмасында 2603 пен 58 сандарының көбейтіндісіне, міне 2 санның көбейтіндісіне 1 миллион мен 19.975 сандарының айырмасын 75 есе кемітіп дейді. Айырмасы мінеге, бөліндісі 75 мәнін қос дейді. Міне қосу таңбасы. Сонда ретімен тапсырманы орындаймыз. Сонда жауап шығады 164.041. Үшінші, 39.096-ны 54-ке бөліп, 2306 санының қосындысын 35 есе арттыр. Бөлу амалын орындаймыз. Кейін оған 2306-ны қосып, 35-ті көбейтеміз. Шығады 106.050. Тапсырма орындалды, келесі есеп. 7-ші тапсырма ойлан және жауап бер. 601 санынан үлкен, бірақ 700 санынан кем 0 цифрымен аяқталған неше сан бар? 2 цифрымен аяқталған сан ше. 601-ден бастаймыз. 0-мен аяқталатын сандар 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690. Бізде 9 сан бар 0-мен аяқталатын. 2 цифрмен аяқталатын сан ше дейді. Олар бізде 602, 612, 622, 632, 642, 652, 666, 672, 682 және 692. Ондай 2-мен аяқталатын бізде 10 сан бар екен. Өз жауаптармен салыстырып көріңдер. Келесі тапсырма. 8-ші тапсырма. Есепті шығар, график бойынша тағы да сұрақтар құрастыр дейді. Бірінші сұрақ. Шаңғышы мен жаяу жүргінші әрқайсысы сағат нешеде жолға шыққанын анықта. Бірінші шаңғышыны сұрап тұр, ол бізде 11:00-де жолға шығады. Ал жаяу жүргінші сағат 9:00-де жолға шығады. Келесі. Шаңғышының тоқтағанға дейінгі жылдамдығы қандай? Тоқтағанға дейінгі жылдамдығы мынау бізде S 8 километрге тең. Ал уақытымыз 1 сағатқа тең. Жылдамдықты анықтау үшін S-ті Т-ға бөлеміз, сонда
8 км бөлінген сағатқа тең екен. Келесі, жаяу жүргіншінің тоқтағанға дейінгі жылдамдығы. Бізде S 10 км-ге тең, сағатымыз 2-ге тең, V тең S бөлінген T, 10-ды 2-ге бөлеміз, 5 км бөлінген сағат. Келесі сұрақ, шаңғышының аялдау ұзақтығы қанша? Шаңғышы мына жақтан, бұл бізде 12:00-ден 13:00-ге дейін аялдайды, яғни тоқтайды. Яғни 1 сағат аялдап тұрады екен. Жауабына жазасыңдар, шаңғышының аялдау ұзақтығы 1 сағат деп. Келесі, жаяу жүргіншіге қарайық. Ол 11:00-ден 12:00-ге дейін аялдайды. Жауабына жазасыңдар, жаяу жүргіншінің аялдау ұзақтығы 1 сағат деп. Жаяу жүргінші қанша рет аялдады? Мінекей, былай қарай жүреді, 1 рет аялдайды, қайтадан жол жүреді, тағы 1 рет аялдайды, қайтадан жол жүреді. Демек, жаяу жүргіншінің 2 рет аялдады деп жазасыңдар. Жаяу жүргінші сағат нешеде жетті? Жетті, мына графиктен көреміз, 15:00-де, яғни түскі 3-те жетеді. Шаңғышы сағат нешеде жетеді? Өзінің орнына 14:00-де жетеді. Осылай графикке қарап отырып, сұрақтарға жауап бердік. Келесі тапсырма. Айна тұратын ауылға 2018 жылы қар көп мөлшерде жауды. Қардан тазарту жұмысына тұрғындар мен оқушылар жұмылдырылды. 2018 жыл 4 цифрмен жазылады. 0, 1, 2, 8. Осы 4 цифр арқылы алдағы жылдарды неше рет жазуға болады? Бізге берілген 4 цифр бойынша жылдарды жазып шығайық. Ол 2081, 2108, 2801, 2180, 2810, 8012, 8021, 8120, 8102, 8210, 8201. Демек, болашақтағы біз 11 жылды мұна 4 цифр арқылы жазып шыға алады екенбіз. Тапсырма орындалды. 10-шы есеп. Қар тазалайтын 2 машина таңғы сағат 8-де шығып, 1 бағытқа қарай жүреді. 3 сағаттан кейін олардың арақашықтығы 6 км болды. Егер екіншісінің жылдамдығы 30 км бөлінген сағат болса, онда бірінші машинаның жылдамдығы қандай? Бізге сызба берілген. Есепті теңдеу құру арқылы шығар дейді. Уақытты анықтаймыз. 11-ден 8-ді азайтамыз. 3 сағат. X деп белгілеп аламыз, бірінші машинаның жылдамдығы, яғни бізге белгісіз шаманы. V қашықтау жылдамдығын тауып аламыз, ол үшін бірінші жылдамдықтан екінші жылдамдықты азайтамыз. Бірінші машинаның жылдамдығы бізде белгісіз, ол бізде X, екіншісінігі 30, X азайтылған 30 деп жазамыз. Енді S тең V қашықтық көбейтілген T, яғни X азайтылған 30 көбейтілген уақытымыз бізде 3-ке тең. Енді осы өрнекті аламызда теңестіреміз 6-ға, себебі арақашықтық бізде 6 км деді. 6-ны 3-ке бөлеміз 2, X-ті табу үшін 2-ге қосамыз 30-ды, X тең 32 км бөлінген сағат. Есептің жауабы бірінші машинаның жылдамдығы 32 км бөлінген сағатқа тең. Тақырыптағы барлық 10 есепті талдап шығардық. Сабақ ұнаса видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Сау болыңдар.